Салем достар, қалайсыздар, үлкен кішілер, замандастарым, Қытай балапандарым, қалайсыздар? Ең әуелі тіркеліп лайк басып кетеміз. Ал мен Ақтаудан Атырауға айтпай тосын сый ретінде көкемнің туған күніне, яғни папамның туған күніне келгенмін. Түнде келдім, мен осындай ұшақтан түскесін, осындай айлақтан түсіп бараттан менді ашып жатырмын. Осылай айтпай кіріп келдім. Тосын сый дейді ғой, сюрприз, сондай жасайын деп жатқан жайым бар. Әкүнә екеуміз келдік, Амина үйде, өзінде қалды. Сағат кешкі 10-дар шамасы, қараңғы түсіп кеткен, 4 январь, қаңтар. Қазір шын эмоцияны көріңіздер. Шын ба сенді? Иә, әкүнә Сөйте қатты қуандым ғой. Әне әкүнә. Ішімнен толқыдым. Ұйықтап тұрам. Көке қайда? Күйінше қатты бір жүрегім қатты соқты. Осылай 1,5 жыл болған ғой, 4 күн келмегелі. Сол мен жазда бара алмадым. Постоянно жазда баратын едік. Міне осылай залда деді көке. Театр. Қызық. Туған күніңмен. қалай жүрсің? Өтіспе мына өңім бе? Міне осылай жиі ата-анамызды қуантып тұрайық, достар. Осылай басымызды басып, осылай ұйықтадық, шай іштік. Одан кейін далаға таңертең шықтық, барып, осылай таңертең далаға шығып, жақсы ұйықтап тұрып, мына біздің алдамыз бұйырса жазда тағы да түсіретін боламын, достарым. Осы ауаны қазір қыста бұнаяқта балшық болып жатқан. Осылай болады екен. Осылай одан кейін аға жеңгемнің үйіне баратын болдық. Как раз көке артынан келемін деп сол аға жеңгемнің үйіне баратын болдық. Оларға да айтпады. В общем, жүрген жеріміз бәрі шок болды. Қайдан келдің, не істеп жүрсің деп, қашан келдің деп. Солай мен келетін ешкім де білмеген ғой, тек өзендегілер ғана білді да. Солай маяқта міне ауа райы осылай болып тұр, қайта мен кезгенде әдемі болды. Мынау қатып тұр, түнде мына жер жаңбыр жауып балшық болған ғой. Міне аға жеңгемнің машинасымен енді ауылға атамның үйіне баратырық. Бұлар да таңғалды ма, мен сіңлім. Оларды түсіремін, ұмытып кеткенмін ғой, түсіремін деп таңғалғандар. Ал жеңешем де ортада таңғалып кетті. Общем, енді папа таңғалып жүр екен. Ол папа менің атам. Яғни осының қонаққа келіп қалдық. Әрі жүрде кішігірім той болып жатыр. Шілдехана, Нұрали інімнің. Енді папаны, яғни шошытатын сәтім бұл. Тығылып жүрмін. Сондай, ол папа әлі білмейді. Ағалармен әңгіме айтып тұр. Солай. Мен тығылып. Ана екі ағам білетсіз бе? Солай. Қазір эмоциясын көрсетесіздер. Ал, папа? Мә, мұны қойыңыз. Амашын. Ой, Біржан. Атам. Неден шықтың ба? Иә, нәпсі шықсың ғой. Иә. Иә, Шырым той болатыр. Өзімді әңгімені айтып. Бес болдым. Солай. Келесі жеңшелде таңғалып, үшін нәресәлі болып жатыр. Мен шашуымындай араластырайын деп пакеттерге салдым. Өшем мен болсам, жеңшелер мынандай күшті, дастархан жайып қойды, сықидып, баня қойды. Осындай қонаққа келіп қалды, ойламаған жерден. Өте жақсы болды. Сондай. Тек тойға жайсын дастарханымыз. Елден көшілер. Папа отыр, тілегін айтып. Сол ағаларым, кеншелерім, көшілер, ағайындар тағып жатыр. Солай. Папа көке азан шақырып қойын деп жатыр. Атын Нұрали деп. Әрі шілдеханасы. Солай. Allah
dostlar. Eşhedü Allah illallah. Senin adın Nurali. Senin adın Nurali. That shit. I want life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day remember it. I had fun in every second. The journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me, and I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate me, I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Sıyırdım basına келген жерге солай жерден тамағымызды жеп ал давай жақсы пока деп қоштастық бұйырса жазға дейін деп өзімізде тағы бар келетін боламын